50 ертегі және 70 жұмбақ. Жақсылық пен жамандық. Бұрынғы өткен заманда жақсылық пен жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген жақсылық екен, сонда жамандық тұрып: «Жақсылық, сен мені артынан мінгестіре кетші», депті. Жақсылық: «Олай болса, сен қазір мына атқа мін де біраз жер жүріп барып түсіп атыңды байла да өзің жаяу кете бер. Сонсоң мен жетіп атпен біраз жерге жүріп, саған тағы байлап кетермін. Сөйтіп баратын жерімізге кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгескен атқа қиын соғар», депті.